Сәлем достар, бүгін біз фунчоза салатын дайындаймыз. Ол үшін бізге фунчоза, сәбіз және аскөк, тәтті болгар бұрышы түрлі түсті және тауықтың төс еті, фунчоза приправасы және чим-чим қажет. Тауықтың төс етін тура видеодағы көрсетілгендей етіп тураймыз. Турап болғаннан кейін тәрелкемізге саламыз. Келесі тәтті болгар бұрышын тураймыз. Болгар бұрышының түсінің әртүрлі болуы, яғни қызыл, жасыл, сары болуы, бұл біздің салатымызға әдемі төс береді. Келесі кезекте жасыл болгар бұрышын тураймыз, дәл сондай етіп. Теркадан сәбізді өткізіп болғаннан соң, оны кішкене ас тұзымен өлтіріп қоямыз уақытша. Келесі аскөкті тураймыз. Содан кейін тапаға кішкене май құйып, майды қыздырып, тауықтың төс етін қуырамыз. Татымына қарай тұз қосамыз. Және соя қосамыз. Осылай бәрін жақсылап араластырып қуырып, және фунчозамызды 5 минутқа салып қоямыз. Үстінен қайнаған суды құямыз. Және кішкене татымына қарай тұз қосамыз. Және 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Келесі үлкен ыдыс алып, барлық салатты араластырамыз. Яғни мұнда сәбіз және қуырылған тауықтың төс еті мен тәтті болгар бұрышы бәрін салып араластырамыз. Және фунчозаны салқын суға жуып алып фунчозаны саламыз. Одан кейін татымына қарай бізде фунчозаға арналған приправа, чим-чим қосамыз және тәтті аскөгімізді қосамыз. Бәрін араластырып, салып, әдемілеп, әсемдеп, үстіне салаттың күнжіт себеміз. Дәмі өте керемет достар. Жасап көріңіздер.